Хабарымыз жалғастырамыз. Жаңартылған бағдарлама бойынша пәндерді оқытудың әдіс тәсілдері. Қаламыздағы Назарбаев зияткерлік мектебі осындай тақырыпты мектеп мұғалімдеріне арналған семинар тренинг өткізді. Нөмір 36 мектепте ұйымдастырылған шара барысында қатысушылар білім берудің заманауи үлгілерімен танысып, әдістемелік көмек пен тәжірибе алмасты. Елбасы халыққа жолдауында Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі білім беру тәжірибесін өзге білім ордаларына тарату керектігі туралы тапсырма берді. Соның негізінде аталмыш мектеп соңғы 5 жыл шамасында Кембридждік оқу орталығымен бірлесе отырып, жаңартылған бағдарламалар жасады. Осы мақсатта былтырдан бастап зияткерлік мектептер Кембридждік орталық облыстық білім басқармасымен бірлесе отырып, мектептерге кіріктірілген бағдарламаны біртіндеп енгізуде. Кіріктірілген бағдарлама дейтін себебі, онда тек қана біз өте Кембридждік қана бағдарлама емес ол жерде. Ол жерде Кембриджбен бірге отырып, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтай отырып, өзіміздің қазақстандық контентке негізделген бағдарлама жасалды. Жоспарға сәйкес жаңартылған білім беру мазмұны бойынша қаладағы 8 жетекші тірек мектеп белгіленіп, олардың әрқайсысына 10 магнитті мектеп бекітілген. Семинарға түрлі пәндерден сабақ беретін 60-қа жуық мұғалім келді. Педагогтар жаңартылған бағдарлама бойынша білім беру курстарынан өткен мұғалімдердің сабақтарына қатысып, тәжірибе жинақтады. Жаңартылған білім мазмұнының негізгі ерекшелігі бұндағы оқытудың әдіс тәсілдері. Бүгінгі семинарда біз басқа мұғалімдермен осы әдіс тәсілдерді көрсету арқылы біз тәжірибе алмасып отырмыз. Оқушылармен қандай шығармашылық жұмыстар, зерттеу жұмыстарын қандай бағытта жүргізуге өте көп мол кеңес алдық. Жас мамандарға өте тиімді болды, бұл семинардың пайдасы өте көп болды. Шара соңында зияткерлік мектептің сарапшы мұғалімдер мен тірек мектептердің ұстаздары жаңа үлгідегі әдіс тәсілдердің қаншалықты жүзеге асқандығы мен оны дамытудағы жоспарлармен бөлісті. Назарбаев зияткерлік мектебі 3 жылдан бері Көкпекті ауданындағы үлгілі малшы мектебінде қанат қақты жобаны жүзеге асыруда. Арыскүл Матвасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.